Бүгінгі сұрақ самооценкамды қалай көтерсем болады. Самооценкаңызды көтеру үшін сіз осы мен самооценкамды көтеру керекпін деген идеядан бас тартудан бастау керексіз. Яғни самооценка өзін-өзі бағалау это иллюзия, бұл мүлдем жоқ нәрсе. Егер де сіз өзіңізді өзіңіздің әдемі болғаныңыз үшін, ақылды болғаныңыз үшін, табысты болғаныңыз үшін деген сияқты бағалағыңыз келіп жүрсе, бұндай жағдайда сіздің ішіңізде ешқашан тұрақтылық, ешқашан шынайы тыныштық болмайды. Өйткені сіз осы заттарға тәуелдісіз деген сөз. Сіз осылардың біреуінен айырылған кезде сіздің ішкі тыныштығыңыздың күлі көкке шығады. Ал сіз түсінуіңіз керек нәрсе, адам баласы ешқашанда самооценкаға тәуелді емес. Сіздің ішіңізде кім сізді бағалайды? Өзін өзі бағалау. Яғни сіздің ішіңіздегі сізді бағалайтын ол сіздің меніңіз, яғни ол сіздің ойыңыз. Ал сіз ой емессіз. Ой сізден туындайды. То есть сіз ойға дейін де өмір сүріп жатырсыз. Яғни сіз жай ғана барсыз. Адам баласы үшін шынайы самооценка ол оның тыныс алып тұрғандығы болды. И ол жерде қалай, не үшін деген сұрақ жоқ. Бүкіл сізге керектінің барлығы сіздің ішіңізде бар. Және де оны қолдану үшін сізге жай ғана тыныс алғаныңыз жеткілікті.